Сәлем достар, бүгін біз Jupyter ноутбукты Windows операциялық жүйесіне орнататын боламыз. Ол үшін ең алдымен біздерге Python'ды орнату керек. Егер Python орнатылмаса, онда Jupyter ноутбук істемейді. Сол үшін сіздер ең алдымен Jupyter ноутбукты орнатар алдын Python'ды орнату керексіздер. Ол үшін жай ғана Python деп жазсаңыздар, немесе Python install сіздерге сайт береді. Ең алғашқы python.org деген .org. Соның ішіне кіріп, осы жерден сіздер даунлоудқа кірсеңіздер, даунлоуд сіздер бірақ өзіңіздің операциялық міне көрсетіп тұр. Мына даунлоудты барған кезде, мынау сіздіңкі Windows екен көрсетіп тұр. Осыны 3.9.2-ні бассаңыздар, сіз мен жерге бірден сізге жүктейді. Осыны жүктегенін күтіп, кейін жүктеп болғаннан кейін осыны басып, міне сіздерге осындай ашады. Енді сіздер мына жағында, төмен жағында add Python 3.9. Осыны сіздер ұмытып кетпеңіздер, осы птичканы қоюға. Себебі егер птичка қоюды ұмытып кететін болсаңыздар, оның іс-әрекеті ұзақтау болады. Оны болады, бірақ ұзақтау болады. Басып, менің жағдайымда қазір 64 биттік операционлық жүйе болғандықтан, маған Python'ның 3.9 версиясы 64 биттік операциялық жүйеге арналған Python'ды орнатып жатырмын. Міне көрсетіп тұр 64 биттік. Міне орнатылып жатыр. Қазір міне орнатып болды. Я мынандай. Окей, close деймін. Енді сіздер оның Python'ды орнатқандығын көру үшін жай ғана бір рет тексеріп көрсеңіздер де болады. Мына жерге ID 3.9. Осы жерде сіздер жазыңыздар. Бір тест мысалы print болсын, немесе қосу азайту болсын. Енді сізде ашылды, осы жерде жай ғана print сәлем әлем. Сол кезде сізде шықты. Міне біздің версиямыз 3.9-да 2 және не. Енді бұны сіз жабасаңыздар болады әзірше. Енді сіздер келесіне осы жерге Jupyter ноутбук деп жазсаңыздар, Jupyter деп install. Jupyter деп шыға, өзі ең алғаш jupyter.org деген сайтқа кіресіздер. Бұл Jupyterдің өзінің сайты негізі. Жалпы мен өзіне кіресілем. Бірінші jupyter.org деген сайтқа кірген кезде, мына жерде сіздерге таныстырады. Бұның екі түрлі бар. Jupyter ноутбук немесе Jupyter Lab деген. Jupyter Lab пен екеуінің айырмашылығы мына жерде. Мысалы, Jupyter Lab'тың жанында мына жерде командалар, папкалар барлығы көрінеді, ал негізгі Jupyter ноутбук, стандартты ноутбук мына жерде. Сол сияқты мына жерде басқа да іс-әрекеттер істеуге болады. Бірақ жалпы мен өзім үйреншікті қолданатыным ол Jupyter ноутбуктың өзі, яғни қарапайым түрі. Ол браузер деп мен мынау. Осы жерге мен инсталлды басасыздар ноутбукты. Сол жерде сіздерге көрсетеді қалай орнату керек. Екі түрлі бағана Jupyter Lab'ты орнатсаңыздар болады, немесе осылай командный строкада жазу арқылы, не былай-былай. Немесе төмен жағында жай ғана кәдімгі классикалық Jupyter ноутбукты орнатсаңыз болады. Ол үшін міне pip арқылы. Ол үшін сіздерге кәдімгі мына жерге Windows басқан кезде терминал немесе SMD деп атайды, командный SMD. Командная строка деп. Осыны ашсаңыздар, кәдімгі қара экранда командная строка. Міне осы жерге сіздер жай ғана pip install notebook деп жазсаңыздар. Ол деген сөз міне қарапайым мынаны көшіріп, осы жерге қойсаңыздар да болады немесе. Enter басып, сіздерге орнатады. Міне орнатып болдық. Енді бірақ мына жерде сізге ескерту жасаған екен. Осы ескертуді толықтай, яғни бұл ескерту деген не? Сіздің pip деген командаңыз ескі дейді. Осыны көшіріп, мына жерге қойсаңыз, pipті жаңартып береді сізге. Яғни сізде алдан версия 20.2.3 болса, қазір сізге 21-ші версиясын, яғни жаңартылған түрін орнатып береді. Міне біз жаңадан орнаттық, яғни 21-ші версиясын. Енді сіздерге жай ғана мына команданы теру арқылы немесе осыны көшіріп, мына жерге қойсаңыздар, жай ғана. Сол кезде сізге яғни осы браузерде Jupyter ноутбукты ашып береді. Міне мына жерде локальный хост және 127, яғни локальный серверге, сіздің жағдайында өзіңіздің компьютерге
орнатып қазір ашып береді. Сонымен сіздерге осылай ашып береді. Мына жердегі папкалар сіздің компьютеріңізде тұрған папкалар. Енді осы жерде өзіңіздің жаңадан бір папкаңызды ашыңыздар. Ол үшін new, мына жерде folder деген бар. Осы жерге мынау атын мысалы rename арқылы өзгертіп, my Jupyter деп па, мысалы Jupyter бассаңыздар. Осы жерде my Jupyter ол сіздің Jupyterіңіз. Осы жерге жай ғана new Python 3 файлын ашаңыздар, болды. Айтқанда, егер де сіздерде мынандай терезесі бірден ашмаса, жай ғана мынаны көшіріп алсаңыздар, көшіріп мына жерге қойсаңыздар болады, егер ашылмай қалған жағдайда. Ашылса, бірден ашылса жақсы, егер ашылмай қалған жағдайда, жай ғана осыны көшіріп мұнда қоясыздар. Міне менің ең алғашқы мына жерге атын өзгертсеңіздер де болады. My note 1. Сонда аты өзгерді. Енді осыны тексеріп көреміз. Print сәлем әлем. Бұл жерде жай ғана запуск арқылы істесеңіз болады, не run арқылы, немесе alt enter мен бассаңыздар болады. Shift enter мен. Яғни істеп тұр. Міне істеп тұр. Сонымен Windows'қа Jupyter ноутбукты осылай орнатамыз.